Dostlar, mening өмірде түсінгенім, қазіргі біздің қоғамда көп емес енді бар да. Мысалы, қымбат көлік мініп видео салсаңыз, қымбат особняк үйлер, қымбат отырыстарды көрсетсеңіз, ретке кетпейді. Лайк жинаймыз, көрмейді. Лайк жинаймыз, никак лайк жинаймыз. Енді анандай, даже мынау патриот қайшын, патриотпен жүрсең, жол бермей ешкім қысып кетеді. Өткенште поворот жақсаң өткізбей сөйтеді. Ал енді қазір Нексиямен қанша 20 жыл жүріп жатырмын ғой. Мына Нексиямен жүре берсең, Нексиямен. Аллаға шүкір. Енді байқұс екен ғой, мына өзі бұрыннан мініп жүр, ақшасы жоқ, капот оңып кетіпті. Жол бере салайық, бете салайық. Қой, мына байқұс өтіп кетсінші, күн көре алмай жүр деп. Сосын кез келген жерде отырған жерде әңгіме жіберіп жатқанда да кредитім бар десең, әңгімен жақсы айтып кетеді адамдар ше. Кредитім бар десең, ой, бір бауырын көргендей сөйлеседі. Бағанағыдай кредитім жоқ, айына 300 мың штраф төлеп жатырмын, кредитім жоқ, шүкір өзіміздің үй ғой деп айтсаң ше, болды, сенімен ешкім сөйлеспейді. Сондай уақытқа келіп қалғанбыз ба, не сонда деймін өмірде. Бомен жүрсең рахат, Нексиямен Вигойға бүйтіп қысып келесің, андай қашады. Қашқанда сразу жол береді да. Не алады арзан машина соғып, не алады. Жол береді, өткізіп жібереді. X деген номермен бір шалма біреу жүр ғой, баяғыдан мініп дейді да. Көз көрмейтін біреу мініп жүрген шығар, бір дуана шарамига дейді да. Кіресің, мынандай машиналар тоқтайды, өткізіп жібереді, потому что соғады, оның ақшасы жоқ дейді да. Рахат ол. Қазір бір атаның машиналарын сұрап алайын, Алмаздың 300-кісін мысалы. Сонымен жүрген, ойбай, жақтырмай қарайды адамдар, жақтырмай ондай кезде. Шеге басары тырысып қалады ондай кезде, жол бермей, саған қарамайды, сөйлемей саған ше. Неғып сондай деймін адамдар. Қымбат ресторандарды көрсетсең, сразу жақтырмай, базардағы кішкентай жерлерді көрсетіп, не алсаң, лайк қойып, комментарий жазып кетеді адамдар. Неғып сондайсыңдар? 600-200-пен клиенттер келеді, 600-200-пен 100 миллиондық машиналармен келеді клиенттер ше. Ешкімге демейді. Келеді, екі қолдап амандасады, суыңдап береді, жағдайын сұрайды. Нормально істетеді, бизнеспен айналысып жатырмын, сіздің электроникаңызға тамамын таң қаламын деп, бәрімдей тап-таза қазақша сөйлеп сөйтіп кетеді ғой. Жаңағы айналайын жандәрім, Камри мініп келетіндер бар да, бір 50-кі болған менде сондай. 50-кімен келіп, орысша мен қазақшаны араластырып, акцентпен еще сөйлеп. 50-кісімен келіп, солымен амандасып кететіндер бар. Бана 5 миллион сондай машинамен алып. 100 миллион машина мінетін адамдар өйтіп сөйлемейді ғой. Білесің бе неге? Білесің бе не үшін ондай? Өйткені 100 миллиондық машина мініп жүрген адамдар, олар оқыған адамдар да, білім бар. Жаңағы арзан нені алып, жақтырмай, шеге бастырсып, орысша сөйлеп. Ты уже 3-й раз ко мне подошел. Я там в машине сидел, подошел, там стоял, подошел, и сейчас вот подошел. Если есть, там же я тебе сказал, нету. Нету вообще. Жаңа 150 теңге үшінші рет сұрап отыр. Жоқ па болса берем. Ақшаң жоқ болса кафеге неғып келіп тұрсың деп тұр ғой бұл. Дұрыстап істе, бүйтіп істе, гарантия бар ма деп кетеді. Сөйлеп ше, өзінше айқайлап маған. Құдайға шүкір кредит жоқ деп. Жаңағы 100 миллиондық машинада келетіндер, кредит бар, не бар. Кәдімгідей дұрыстап сөйлеп, вежливо сөйлеп сөйтеді да ондай кісілер ше. Сол үшін апам айтатын, жоқтан бар болғаннан қорқып қалам деп. Жоқтан бар болған кісі ол дөрекі болады, ол айқай болады. Білімге жүгінбейді да, қалтадағы 5 миллионға жүгініп, ауыр сөйлеп қою мүмкін. Дөрекі сөйлеп қою мүмкін, ұрып жіберуі мүмкін сені. Ал жаңағыда қарай, көген балдары, тоқып келген көген балдары үндемей, тыныш, шүкірін айтып, бисмиллясын айтып отырады қасында. Шли мұрынға құрт түсіп кеткенде болмайды, достар.
20 жыл 2007-тен бері Nexia мініп жүрмін. 2009-дан бері автоэлектрик маманмын. Мен қандаймын? Баяғыдан класстас балдар, қыздар, достарым, клиенттерім келеді 2009-дан бері да. Мысалы 570-те баяғыдан келеді. Қанша жыл болды. Әлі өзгермепсің ғой дейді ғой. Тікелей түрім де өзгермеген, тікелей мінезім де өзгермеген. Қандай? Сондай. Достар, адам деген қалтаға 1-2 миллион түссе, шайтанға алданып, бүйтіп мінезін шығарып, айқай қылып керек жоқ ол. 100 миллион, 200 миллион көлік мінетін балдар бар, бірақ ондай мінез көрсетпейді. Бәрін біліммен, ақылмен айтады. Сол үшін білім жинап, ақыл жина деп Аллах тағала әрдайым айтады. Рахмет. Үлкен жігіт балалар. Жұмыстарын жүре берсін. Даяршыдан үлкен бастық бола беріңдер. Даяршыларға да, тыныш ей. Даяршыларға тілек айтып отырмын. Үлкен бастық бола берсін оларда. Бәрі даяршыдан басталады. Бәрі мойкадан басталады. Кім мойкада істенеді, кім даяршы болмады. Ертең бір әкім, бір президент болып отырады, кез келген адам. Сол себептен айтады, кім кімнің алдына барып кепті деп айтады қатын. Кім кімнің алдына барып кепті дейді. Мысалы, мынау қанша бала шаға ойнап жүр. Ертең біреу президент әкім болады. Ешкім алдынан өткен жоқ. Тек Алланың жазған бағы болады. Сол себептен ағайын адам болып қалайық, кім болсақ та, электрик бол, сот бол, хирург бол, әкім бол, президент бол, собор бол, КМБ бол, басқа структура бол, ойбай, миллиардер бол, падашы бол, бана көшеде 100 теңге сұрап жүрген кісі бар ғой, сол сияқты бол. Жоқ, адам болып қалу керек. Ол да адамгершілік болып, адам болып қалып, вежливо сөйлеп, сұрадым ғой, естім ғой деп, ұрыспай, кәдімгідей жай ғана сөйлестік. Сондай адам болып қалу керек, достар. Сонда ғана біз не боламыз? Алланың алдында бәріміз бірдей боламыз.